Сәлем, қалайсыздар? Жалпы балабақшаға барсақ та ағылшын тілі, мектепте де ағылшын тілі, оқуға барсаң тағы да ағылшын тілі, жұмысқа орналасайын десеңіз тағы да ағылшын тілі алдыңыздан шықты, иә? Және сізде мүмкін сұрақ туындаған болуы мүмкін, жалпы мен не үшін ағылшын тілін оқуым қажет, неге үйренуім қажет? Ағылшын тілін үйрену, оны білу маған не береді деген сұрақ туындауы мүмкін, иә? Онда мен сізге ағылшын тілін үйренудің 5 себебін айтып беремін. Ең біріншіден ағылшын тілі қазір әлемдік тіл. Яғни бұл дүние жүзіндегі 400 миллионнан астам осы ағылшын тілін тасымалдаушылар бар. Яғни тіл тасымалдаушылары, иә. Ағылшын тілі 50-ден астам мемлекетте ресми тіл болып есептеледі және әлемдік халықтардың бір-бірімен тіл табысу тілі болып табылады. Әлемдегі әрбір 5-ші адам ағылшын тілінде сөйлейді, немесе оны түсінеді. Қоса ағылшын тілі қазіргі таңда кез келген салада өте маңызды. Бизнес болсын, ғылым болсын, білім жүйесі, басқа да мамандықтар барлықтарында ағылшын тілін білу сізге өте пайдалы. Сондықтан бұл сіздің ағылшын тілін үйренудің ең маңызды бірінші себебі. Екінші себеп. Ағылшын тілін білу сіздің алдыңыздан көптеген мүмкіндіктердің есігін ашады. Яғни, егерде сіз ағылшын тілін білетін болсаңыз, кез келген жұмыста бұл сіздің бағаңызды арттыруы мүмкін. Яғни, егерде сіз ағылшын тілін меңгерген болсаңыз, жақсы жұмыс таба аласыз, халықаралық компанияларда жұмыс жасауға мүмкіндік аласыз. Және де өзіңіздің мамандығыңыз бойынша өзіңізге деген сұранысты арттыруыңыз мүмкін. Яғни, бұлайша айтқанда, ағылшын тілін білу кез келген жұмыста сіз үшін плюс болып есептеледі. Егерде сіз ағылшын тілін меңгерген болсаңыз, кез келген жұмыс беруші сізді жұмысқа алуға асығады. Үшінші себебі ағылшын тілін білу сізді әлемдік университеттерде, жоғарғы оқу орындарында оқуыңызға көмегін тигізеді. Яғни сіз мүмкін ойлап қараңызшы, Оксфордта, Кембридж, Гарвард сияқты әлемдік деңгейдегі ең мықты университеттерде, жоғары оқу орындарында оқығыңыз келсе, әрине ағылшын тілін білуіңіз қажет, иә? Сондықтан сапалы, сондай бір керемет, абыройлы жоғарғы оқу орындарын бітіргіңіз келсе, және сол жерде оқығыңыз келсе, міндетті түрде ағылшын тілін білуіңіз қажет. Музыкаларды, музыка тыңдайсыз, бірақ олардың мәнін, мағынасын, сөздерін түк түсінбейсіз, иә? Яғни, егерде сіз ағылшын тілін білетін болсаңыз, сіздің сүйікті әніңіз, сіздің сүйікті әншіңіз, тыңдайтын әніңіз не туралы екенін білесіз және олардың сөздерімен бірге айта алатын боласыз. Яғни, ағылшын тілін білу арқылы сіз кез келген шетелдік музыканы, әнді ешқандай қиындықсыз мағынасын түсіне отырып тыңдай аласыз. Және тілінде жазылған шығармалардың түп нұсқасын оқи аласыз. Бәрібір аударма жасағанмен түп нұсқасын оқыған ол басқаша сезім, иә? Сондықтан егерде әлемдік жаңағы Гарри Поттер болсын, тағы да басқа танымал шығармаларды түп нұсқада оқығыңыз келсе, онда ағылшын тілін үйренуіңіз қажет. Және де 5-ші себеп ол шетелге саяхаттау. Яғни айтқанымдай, әлемдегі көптеген халықтар, көптеген елде ағылшын тілі ресми тіл болып саналғандықтан, және де сіз шетелге шығатын болсаңыз, кез келген ұлтпен ағылшын тілінде сөйлесе аласыз. Себебі ағылшын тілі әлемдік тіл болғандықтан, ода адамдармен тіл табысу қиындыққа соқпайды. Яғни ағылшын тілін білетін болсаңыз, кез келген шетелде еркін араласа, сөйлесе аласыз. Және де маңызды себеп кез келген шет тілін үйрену сіздің миыңыздың жұмысын жақсартады. Яғни сіз жаңа сөздер жаттау арқылы, жаңа ережелер жаттау арқылы, жаңа бір тілді үйрену арқылы миыңызға жаттығу жасайсыз. Және сіздің есте сақтау қабілетіңіз дамиды. Міне достар, сіздерге ең қажетті деген 5 себебін айтып түсіндірдім. Енді ағылшын тілін үйренуге деген құлшынысыңыз артты деген ойдамын. Егер ағылшын тілін менімен бірге үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді және осы видео егер сізге пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше. See you!